Ассалаумалейкум достар. Сіздермен мен Абсаттар Жаппар, Құрманғалиев Фархат және де біздің оқушыларымыз Алмаз Анархан. Анар Қуанышкереевна және де Алмаз Арманұлы. Осындай қазір бір обстановка, бір домашний деп айтуға болады ғой. Чисто сіздерге бұл подкасттың сүру мақсаты барлығын, как есть, шындықтың барлығын айтуды. Қанша минус болды, не үшін болды, разбор полетов дейді ғой, сол сияқты. Енді мына жерде Анар мен Алмаз екеуі де Атыраудан Алматыға ұшып келіп тұр. Бір жағынан сол моментті пайдаланып, сіздерге осы біздің сигналдар арқылы, обучение арқылы өздерінің басынан өткізіп, бір ойларымен бөлсін деген мақсатта подкастқа шақырып отырмыз. Бұл подкасттың уақыты бір 10-15 минут болады, сол себепті попкорнды да алмай қойыңыздар, тез-тез қарап тастауға болады иншаллах. Енді Жаке, өзің былай қысқаша айтып кетші. Негізі қаншама жерден обучение өзіңді енді білім алдың, басында сенде қандай минустар болды, может, сол да қызықта негізі. Басында минус болды ма, не үшін болды дегендей. Жалпы мендегі минус осы трейдинг саласында. 6 ай минуста жүрдім. Көп новичоктар сияқты мен де осы сигналдар алдым, білім алдым. Бірақ осы скальпингтің арқасында көп минусқа жасадым. Өйткені ең мен минусым бір күнде 1 миллион минусқа кетіп жүрдім. И проб компанияларды көрдім. Проб компаниялардан көптеген ақшалар сілеп айтедік. 10 мың, 25 мың, 50 мың доллар пробтар сілеп айтедік. Олардың условияларын дұрыс қарамадық. Соның арқасында біз көптеген минусқа кеттік та. Енді сол минустардың барлығын өзіміз дорабатывать ету арқылы, психологиямыз дұрыстау арқылы, стратегиялар, торговый система, план құру арқылы осы трейдинг саласынан минустан ақырында плюсқа шығып отырмыз. Әдемі, керемет. Енді мен де біраз нәрсе айтып кетейін. Негізі осы уақытқа дейін мен деген әйтеуір мықты экспертпін деп маған біраз адам жазады. Осы уақытқа дейін жазып жүрді. Сигналдарым там 100 сигналдың 100 плюс деген сияқты енді сказочный әңгімелер айтады. Негізі шыны керек, көп анализ жасайтын адамдардың жұмысы маған ұнамады осы уақытқа дейін. Бірақ Жаппар сенімен жұмыс жасағалы, мен өзім де сделкаларға кіріп жүрмін. Андай дей трейдинг деген адамның психологиялық тұрғыда қатты бетіп шатать етпейткен да, эмоцияға берілдірмейді. Егер де сенің сигналың таза күтіп отыратын болса, бір кіресің, болды, күтіп отыра бересің да. Стопты көп итеріп үстіге қарай қуалай берсең де жақсы пайда табуға болады реально. Енді сондай бір пайдалардың бірі, мен негізі үлкен пайда тапқанмын тоже осыдан бір апта бұрын. Где-то бір таза бір 2 миллиондай тапқан шығармын сол сигналмен ше. Бірақ енді ол жақта мен рисктің бәрін өзім мойнымда болды. Лоттардың саны, жаңағы позициялардың саны дегендей. Аллаға шүкір, реально алтын саласына басында келген кезде бұл что-то андай ставка сияқты ғой, типа азартқа кіріп кете бересің деп сөйтіп ойлайтынмын. Оказывается, ол просто адамның өзінің бір ұстаған настройына, стратегиясына байланысты екен да. Сол себепті сіздерге айтарым, жақсы стратегия тауып алсаңыздар, күнделікті бір сделка жасайтын болсаңыздар, жаңағыдай анализді кішігірім жасап, хотя бір кішігірім білім болса, типа стопты дұрыс қылу, бұл позиция ашу дегендей, онда әдемі торговать етуге болады. Енді соның бірден бір примері бізде Анар ханым. Өзіңіз басында қалай келдіңіз бұл салаға, немен айналысасыз, соны айтып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Менің атым Анар, Атырау қаласынамын. Мен жалпы өзім киім сатам, вечерний көйлек, прокат, продажа 10 жылдан бері айналысам. Осы трейдингке келгелі где-то 3-4 ай болып қалды. Базовый да үйрендім жалпы, анализ жасауды да үйрендік. Енді базовый болғасын, кейде келеді, кейде келмей қалатын кездерде болады. Сондықтан слип болған кездерінде болды, минус, плюс бәрі де болды. Одан кейін телеграм каналдарға тіркелдім, сигнал беретін. Олардан да тоже плюс-минус и слип болған кездерім болды, депозит полный слип болған кездер болды. Содан кейін трейдингті тастап жібергім келген кездерде уже психология кішкене бұзылады да. Содан кейін Жаппар мырза туралы естідім. Жаппар мырзаның анализдерін қарадық. 200, 300, 400, 500 пипсқа дейін кейде орындап беретін болғасын. Тіркеліп, өзім жасап көрдім. Жалпы бірінші сигналдан $200 бір сигналдан $800 тапқан кезім болды. Бәріміз үріп болып қуанды ғой. Содан кейін уверенный болып Жаппар мырзаның оқуын алдым. Енді қазір обучение қалай өтіп жатыр? Обучение өте жақсы өтіп жатыр. Бұрын мен базовый үйрендім деп айттым ғой. Одан бөлек көптеген информациялар алып жатырмыз. Әлде алатынымыз көп Жаппар мырзадан. Бұл тек бастағанымыз 3-4 күн.
әлде график сызып уже бәрін білесіз иә ба? жайлап сызып үйреніп нетіп жатырмыз. Сигналдарға өзіміз сигналымызды өзіміз жасап өзіміз кіріп пайдамызды тауып жатырмыз, Аллаға шүкір. Әдемі. Енді одан кейін бізде Алмаз мырза бар. Алмаз, енді барлығыңыз танитын шығарсыздар, уже Инстаграмнан, ТикТоктан бүкіл жерге салып жүрміз. Менің есімім Алмаз, Атырау қаласынанмын. Жалпы мен трейдингке қалай келдім? Осыдан 3,5 жыл бұрын ең бірінші негізі P2P-дан бастадым. Осы спотовый торговлядан бастап уже жайлап өйсі алтынға келдік қой. Осы алтынға келгеніме уже бір жылдай болып қалды. Басында бір $50,000 минуста жүрдім өзім. Ана сигнал каналға бір тіркелем, мына сигнал каналға бір тіркелем. Біреу бай беріп отыр, біреу сел беріп отыр. Түсінбейсің вообще. Бірде плюс, бірде не, в общем, скальпинг қой, бір сөзін айтқанда. Сөйтіп қанша минус болдың? $50,000 минуста болдым ғой. $50,000 минуста болдым. Сөйтіп жүрдік, трейдингке қараң келмейді, графикке қараң келмейді, не болады? Бұл вообще болашағы бар ма дейтін не болды да. Мен айтқым келетіні, вообще трейдинг негізі адамды сындырып тастауға тырысады ғой ең біріншісінде. Адамды алдауға тырысады, не істеуге тырысады. Егер сол мысалы трейдингке сынбай, до конца көрем, білем деп риск сақтап, дұрыс жерден кіріп, дұрыс жерден шығып отырса, негізі трейдингте вообще шек жоқ қой, бұл конкуренция жоқ бұл салада. Жақсы ақша табуға болады. Содан кейін осы Жаппар мырза келді ғой бізге. Ең бірінші күні 300 пипс ровно. 300 пипс ровно жүріп берді. Мен сол есімде сол уақытта уже бір сделкадан $2,500 таптым сол кезде. Сразу Жаппардың инстаграмын тауып алып, обучение қашан деп. Обучение тіркеліп сразу тек. Аллаға шүкір, мен уже келіп анализдерді үйреніп, осыға дейін де оқыдық бір шамасын. Біз бәрін білеміз, ойбай деп жүріп қой, негізі білмейтініміз қаншама екен. Білмейтініміз қаншама стратегия бар. Бір-бірімен жалғау дейтін стратегиялар бар мысалы. Бұл жерде маған қызық болып тұрған несі, бір американский стратегия үйреніп келіп тұр. Сол үшін келдің ғой сен? Сол үшін уже қаншамасын оқыдық, көрейік, бәрін көрейік деп. Бірақ енді осы сигналдар четко отработка көріп жатыр ғой, әдемі қорқып. Сен мысалға көбісі біле бермейді, кеше де маған видео жібердің ғой. Соның өзінде жақсы ғой енді. Қанша, неше минутта ол? $1,000, примерно бір 25 жарты сағаттың айналасы дейінші. Жарты сағаттың 30 минутта $1,000. Красавчик. Рахмет. Осындай результаттар ғой, Жаке, сен жалпы көріп жатсың. Оқушыларың осындай результаттар болып жатыр. Сен жалпы адамдарға не үйрете аласың негізі былай? Енді қызығат, сіздің обучениеде не болады, сіздің каналда не болады дегендей. Қандай стратегияларды білесің былай? Поэтапно айта аласың ба? Айта аламын. Аттарын хотя бы. Бастапқыда көбісі осы трейдингке тоқталайық. Темка ретінде қарайды да адамдарша. Келесің, бай мен селді басасың, 5-10 минутта ақша табасың, кетесің деп қарайды да. Бұл ол дұрыс емес негізі. Көбісі өзінің соңғы ақшаларын салып жүреді. Маған телеграмға көп адамдар жазып жатады. $2,000, $3,000 салып жатады. Бір күнде соны 4-5 есе тауып аламын деп ойлайды да. Бұл ондай емес. Бұл салада 100% гарантия деген ешкімде жоқ. Сіздердің бүгінгі өмір сүріп жатқандарыңызға ешкім гарантия бермейді да. Ертеңгі күнге барлық жерде тәуекел ету керексіздер. Бірақ осы тәуекелдің артында ризықтарыңыз тұрады. Осы ризыққа жету үшін сіздер білімдеріңіз керек. Тәуекелді сақтау керек. Тәуекелді сақтау керек әр жерде. Сол арқылы, торговый система арқылы сіздер пайдаға шыға аласыздар. Осы енді біздің стратегияларға келетін болсақ, Азия хайлоу дейді, трендовый линия стратегиясы дейді. Үлкен пипста жүретін біздегі өздеріңіз білетін американский стратегия, дей трейдингке арналған. Одан кейін CRT дейді, Candle Range Theory бар. Осы стратегияларды білу арқылы сіздер үлкен позицияға кеңейлей аласыздар. Одан бөлек бізде новичок трейдерлер бар, білімдері бар, бірақ олардың ақшалары жоқ та. Ондай жағдайда проб компания көмектеседі. Проб компания сіздерді дисциплинаға үйретеді. Солардың дисциплинасын сақтау арқылы $10,000, например, $200-300 шығарып, сіздер үлкен капитал жинауларыңыз керек. Проб компания деген не былай қысқаша? Проб компания дегеніміз сізде егер білім болатын болса, 60 немесе $36 бастапқы ақша салу арқылы тест сатып аламыз компаниялардан. Өйткені сіз өзіңіздің білімді трейдер екеніңізді дәлелдеу мақсатында сізге тест береді. Бірінші этаптан $10,000 счетқа 8% қосу керексіз. 8% дегеніміз $700 жасау керек. Риск сақтау арқылы.
одан кейін екінші этап болады. Жаңадан 10 000 доллар счет беріледі. Екінші этапта 10 000 доллар счетқа 500 доллар қосу керекпіз. Одан кейін сізге кәдімгі лайв счет береді. Бүкіл документтерімізді тіркейміз барлығын. Одан кейін реал счеттан мысалға мен, например, 10 000 доллармен 3 000 доллар таптым дейік. Мен шығарып ала аламын ба оны? Иә, 10 000 доллардан 3 000 доллар жасаңыз шығара аласыз. 80% сізге, 20% компанияға. 80% шығара аламын. 80% сізге. 2 апта күтеміз. 80%-ті 2 апта күтеміз. И вторник күні выплата қоямыз. Бүкіл сделкалардың барлығын жабамыз. И проб компания сіздердің сигнал емес, сделкаларыңыздың барлығын тексереді. Дұрыс па барлығы, риск сақталған ба? Сол арқылы вторниктен бастап субботаға дейін ақшаларыңызды Каспиға немесе Binanceға, Rise деген платежный системаға ақшаларыңызды салып береді. То есть любой жаққа шығарып алуға болады. Шығарып алуға болады. Әдемі. Енді ол жаңағы ақшалары жоқ, айналдырғысы келеді, білімі бар, бірақ мысалға первоначальный источник жоқ та, андай ақша жоқ та кіретін. Сондай адамдарға әдемі вариант деп ойлаймын. Дисциплинаны қатты үйрететін сияқты ғой, екі тесттің. Дисциплинаны өте жақсы үйретеді. Өйткені біз күнделікті 1%, 2% рисковать ету арқылы, риск менеджмент бізде 1-3, например, 100 доллар рисковать ететін болсақ, 300 доллар табу үшін біз 100 доллар рисковать етеміз. Сол негізі ол прям андай 1-2% стоп қойып қоятын болсаң, онда точка входына әдемі кіру керек. Ол жерде анау-мынау адамдар сливать етіп алады. Өте әдемі, брат, не айтайын енді. Даже сен жаңағы айтып жатсың ғой, стратегиялардың түрлерін, аттарын ше. Не то, что киберэксперттер бар, оны аттарын білмейтін емес, ордер блок, имбаланс деген нәрсені білмейтін де. Сол себепті мен ойымша көптеген адамдар ақшаларын сливать етіп жүрген болса, бірінші білім жағына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Біліммен келсеңіздер, уже намного по-другому будет все. Білімсіз болғаннан кейін ғой ол сіздер жаңағы сливать ете бересіздер, қайта сливать етіп, уже бір күні шаршап қоя саласыздар да. А на самом деле білім жоқ та. Білімге жету деген нәрсеге цель қойып алсаңыз, уже дальше пайда болады ол кезде. 5% қана адам трейдингте пайда табады, сол 5%-ның ішіне кіру керек. Көптеген адамдар келсесіздер, көптеген адамдар не үшін сливать етеді депозиттарын? Себебі жаңағы жүйкесі, эмоциясы ғой, соған подводить етеді да. Мысалға чуть-чуть минус болса, чуть минуспен жаба салуға болады, стоп қойып, дұрыс па? Енді смарт мани болсын, басқасы болсын, қандай стратегияны қолданбасаң да. Негізі стоп қою керек обязательно. Жаба сал. Жоқ, жаппайды ғой. Қазекеңде до конца отырады ғой, короче. Анау бетіп, мысалға көтеріледі деп кірсең алтынға, ол түсіп баратады, қазір көтеріледі, мына жерден көтеріледі, міне деп ванговать етіп отырады, короче. Сосын ақыры 0 болады ғой, депозит 0. Шыға салу керек деп шандай. Сондай нәрселердің барлығы прям адамдарды не істейді? Ана 0 болып қалғаннан кейін не істейді? Там кредит алады, біреуден қарыз алады, сөйтіп кіреді. Сосын оны да қадайды. Короче, ана нәрсе өзің алдап, короче, кәш шығарам деп эмоциямен азартқа кіріп кетесің. Қалай кіргенді білмей қаласың да. Сондай нәрселер. Психология ғой жатқан. Сол ғой, сондай нәрселер, чтобы болмас үшін адам деген өзін скальпингқа емес, тез кіріп, тез шығу емес, сіз өзіңіздің біліміңізге, одан кейін дейтрейдинг деген нәрсеге уже ауысу керек. Бәріне айтам, дейтрейдингке ауысыңыздар. Аптасына даже 2-3 рет кіретін адамдар бар, миллиондап тауып жатқан. Не обязательно күнде көру негізші. Жақсы точка входығыны күтеді, өзінің стратегиясы бар, анализі бар, соны күтіп отырады до конца. Олды лишний раз ақша енді андай, қалай енді, ақша тауып жатқаннан кейін барып, семьясына уақыт бөледі, қыдырып қайтады, шетелге кетеді деген сияқты ғой. Демалыста охота, рыбалка дегендей. Вот настоящий нағыз трейдер сондай болу керек деп ойлаймын. Эмоцияға берілмеу керек та. Сол. А так қателіктен қателік ол, в принципе, любой адамда қателік болады, сол қателікке просто отчет беріп отыру керек. Егер де күнделікті болған плюстарыңызды жаңағы бір күні плюс, бір күні минус, соны отчет жасасаңыздар, менде міне бүгін осындай плюс болды, неден деген сияқты. Келесте дәл солай жасау керек дегендей ғой. Минус болса неден болды? Келесте қайталамаймын деп ше. Сондай болса, егер де реально желаниялары бар адамдар негізі сөйтеді да. Блокнотын алады, как положено, мысалға Алмазда блокноты бар өзінің. Сол сияқты енді әртүрлі стратегияларды қолдану керек қой, в принципе.
сол. Жалпы трейдинг саласында бір ғана дамып қана қоймай үздіксіз дамып отыруымыз керек. Всегда ол сондай. Және де енді трейдер болғаннан кейін бәріміз қателесеміз ғой. Сол қателіктермен жұмыс жасау мақсатында сіздерде журнал сделок деген болады. Әр позицияларыңызды ашқаннан кейін мына жерден қандай точка ходадан кіріп жатсыздар, неге сүйеніп отырсыздар. 3-4 факторларды жинау арқылы біз сетап құрастырамыз. Сол сетап құрастыру арқылы біз take profit, stop loss өзіміздің позициямызды ашамыз, иә. Осы ошибкаларымыз кейде қате шығып жатады. Дұрыс емес, стоп ұстап атамыз. Осы әр ошибкамызға біз өзіміз Фархат бауырымыз айтпақшы, сол отчет жүргізу арқылы, журнал сделка жүргізу арқылы, біз осы қателікті екіншісінде қайталамау арқылы біз уже опыт жинаймыз да. Сол арқылы біз табысқа кеңейлеміз. Анау кейбірлер даже стопты қай уақытқа, қай жерге қоятын білмейді ғой. Негізі стоптың өзін определять ететін нәрсе бар. Тейкті да определять ететін, мысалы мына жерге дейін жетіп, уже дальше аспау керек, аспау мүмкін деп ше, мысалға. Блок тұрып қалады, сопротивление, поддержканы, уровеньдарын анықтау дегендей. Көп нәрсе ғой негізі үйренетін. Просто аз-аздан үздіксіз дамы беру керек. Мысалға бүгін американский стратегия қазір Қазақстанда, білмеймін енді қаншадан білетін, бірақ Жаке өзі әйтеуір прям грамотно даже под новостями сигнал бергенде шығып жатады да. Ана операндидің өзі басқа жаққа кіріп жатса, Жаке наоборот кіріп кетеді, соның өзінде Жакенікі дұрыс болып шығып жатыр да. Сол себепті менде ешқандай сомнение жоқ. Алдағы уақытта тағы да басқа стратегиялар болады. Там біреулер СНР дейді, анау дейді, мынау дейді. Сөйтіп күннен күнге, жылдан жылға дами беру керек. Себебі рынок, адамдардың психологиясы өзгереді ғой. Өзгереді. Сол. Енді жалпы адамдарға не айтасыздар мына подкастта, бір кеңестеріңіз болса, опыттарыңыз бар енді, кішігірім. Мен адамдарға айтқым келеді вообще, енді бастап кеткен новичок трейдерлер бар ғой. Бұл трейдинг саласы негізі қиын жолмен келетін оңай ақша ғой негізінде. Басында қиын болады, действительно, барлығы қиын болады, түсінбейсің, қай жерден мен болжаммен тек ашып жауыдасың, ол уже автомат түрде өзі ставка болып кетеді да, ол болмайды. Бұл трейдинг, яғни бұған білім керек, мощный біліммен отыру керек қой. Жалпы негізі 1-2 стратегия базаны біліп те уже бағытты анықтауға болады да, ол қай жаққа барады, қай жерден бұрылады деген сияқты. Бұл жерде ешқандай негізі конкуренция ондай жоқ. Бәр четко тек өзінің білімің болса, негізі білімі бар адам өлмейді. Мысалы сен ноутбугың сынып қалса да, сотың сынып қалса да, кері алып ноутбугың уже смело ақша таба бересің да. Просто білім болса болған. Енді трейдингке келетін адамдар айтқым келеді. Мен өзі айттым ғой, 3 жыл жарым болды. Вообще трейдингті айналысып жүргенде вообще дым шықпайды, өзім істей алмаймын, былай тартам, уже қанша минут сындым, уже үйдегілерді айтатын болды, сен не істеп жүрсің, не болып жатыр, оқу деймін, не оқу дейді да, бір оқу түсінбейді. Уже 3 жыл жарым дегенде уже алтынға келіп, уже 1 жылдың ішінде жақсы результаттар шығып жатыр ғой. Аллаға шүкір, алдында 5 күннің ішінде $2000 $17,000 жасадым ғой, яғни күніге миллион жарым. Тупо шоксың ғой, мұндай бола ма не деп. Әдемі болды күшті. Просто бұл жерде, яғни дисциплина, осын психология мықты болып тұру керек қой. Психология. Нарық шақыртып тұрады өзіне, келші маған, алып кет ақшаңды деп. Өзіңді күнделікті планыңмен тек, как болды, осындай $доллар табамын, болды содан кейін. Қанағат қарын тойдырады дегендей, тек жауып тастап болды. Нарық ол шақыра береді, кел деп. Яғни қуа берсең, ол кете бересің. Бір сделка күніге жарайды болды. Сол әдемі болады деп ойлаймын мен өзім. Аллаға шүкір, осы Жаппардың сигналымен анализдерін уже четко, уверенно отырамыз. Үйреніп отырып енді өзі қармақ алып қолымызға берсе. Аллах берекетін берсін істеріңе. Сосын Жаке, енді бір сұрақ болып тұр саған. Мына адамдар қарызда жүрген болса, оларға жалпы трейдингті бастаған жөн ба, или қалай ойлайсың? Адамдар егер үлкен қарызда жүретін болса, олардың фокустарын бар, трейдинг емес, қарыз болып кетеді негізі жалпы. Ондай жағдайда өздерінің ақшасын немесе инвестор тартудың қажеті жоқ. Білім алғандары дұрыс, и прop компанияны мен кеңес беретін едім. Прop компаниядан сол 36 немесе $60 бастапқы қаражатын салу арқылы, егер торговый системалар дұрыс болса, сол арқылы ақша табуға болады. Бірақ өздерінің ақшаларын немесе инвесторлардың ақшасын салу ол керек емес. Өйткені олардың фокустарын бәрі қарызда тұрады ғой. Бір күні, например, қарыз, кредит жабу керек болады, квартираны жабу керек болып қалады. И тұрады да, бір рет рисковать етіп, ақшаның барлығын тауып аламын деп ойлайды да. Ол ең үлкен ошибка трейдинг саласында. Өйткені өз басымнан өткен. Бір күн андай ситуация болады.
трейдингте жүрдік. Италияда жүрміз ғой. Ақша бар, көтеріп тастағанбыз трейдингтен. Күніге бейт 200 мың, 300 мың рисковать етемін ғой, былайша. Білімсіз даже. Білім бар, сонда да бейт. Мынау шығады, екінші шығады. Просто бір жақ қана сала беремін да. Даже тауып тұрсам да бейт жаппаймын ғой. Өйткені мынау шығады деп ше. Қанағат жоқ та. Операнди болдым десей кішігірім. Кішігірім операнди болып кеттім өзімді. Ана бок трейдер дейді ғой. Өзім білімдімін, одан артық ешқандай трейдер жоқ сияқты санап кеттім да. Сөйтіп күніге 200 мың жоғалтып, 800 мың жоғалттым 4 күнде подряд. Кәдімгідей психологически қаласың да. Өйткені ол кезде мен Италияда жүрмін, например. Күнделікті квартирам ақшасы бар, өмір сүретін ақшам ғой. Сол ақшамды салып жібердім да. Одан кейін өзіме уәде бердім, например. Өзімнің күнделікті өмір сүретін соңғы ақшамды ешқашан салмаймын деп ше. Тұрып компания бар, одан кейін риск сақтайтын болдым. Всегда риск сақтаймын. Тәуекелімді білемін. Өзім пайдам аз-аздан үздіксіз ғой. Кішігірім айтқанда. Әдемі. Анар ханым, енді өзіңіздің бір мақсатыңыз бар ма осы трейдингтан жақсы бір пайда табам деген? Трейдингтан енді қазір тауып отқаным енді 3 мың, 5 мың сондай доллар ғой. Енді айда енді өзімнің мақсатым 10 мың, 20 мың доллар. Анандай бір нәрсе алғыңыз келе ма, немесе біреуді қуантқыңыз келе ма, негізі қандай мақсат бар? Ең бірінші мақсатым кредит жабу деймін ба, өзімнің жалпы кредиттерім бар. Ең бірінші үлкен кредиттерім бар, соны кредиттерімді жабу, одан кейін әке-шешеме үй алып беру. Ары қарай уже көреміз ғой енді дальше. Әдемі. Аллах тағала берекетін берсін. Амин. Осы істе сізге ризығын беріп, сол мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Алмаз, өзің? Вообще мен осы трейдингтен мақсатым бұйырса әкеме көлік алып бергім келеді. Сол ең бірінші главный мақсатым. То есть астына көлік мінгізіп трейдинг арқылы ғой баға. Сол мақсат. Осы үй салу, дальше больше кете береді ғой. Первым очередь сол әкеме көлік алып бергім келеді. Иншаллах, енді осы келесі видеода сен әкеңе көлік алып жатқан моментті бір түсіретін болайық, брат. Бұйырса, иншаллах. Жәке, өзіңнің қандай мақсатың бар ал трейдингта? Трейдингта енді Ақша ғой, енді ақша туралы айта бер. Ақша туралы айта берейін ба, жалпы. Мендегі бір бастапқы мақсат бізде 1 миллион доллар табу болып тұр. Цель. Осы жылға цель менде 1 миллион доллар табу болып тұр. Аз капиталдан бастап 1 миллион долларға дейін. Бұйырса соны тапсам, осы подкаст түсіріп салатын боламыз. Анализдерді көріп отырсыздар барлықтарыңыз. Сол цель. Одан бөлек трейдингта, жалпы мен тек қана трейдингпен емес, осы недвижимость сферасында да айналысам. Бізде квартира сатып алу, алып сату, флиппинг бар, одан бөлек недвижкалар арендаға беру. Сол арқылы да табыс табамын жалпы өзім. Тек қана осы қосымша табыстар ғой. Осы трейдинг мендегі основной доход, и одан бөлекте бізде акциялар бар, сол арқылы жағдай жасау ғой. Өйткені бір күндік трейдингқа өмір сүру ол дұрыс емес та. Трейдингтан ақша тапқаннан кейін пассивный доходтар істеп тастау керек. Недвижка бар, акциялар бар, соларға салып тастау арқылы адамдар, например, пенсияға дейін өмір сүреді ғой. Өте дұрыс. Соңғы уақытта ше, пенсияға дейін. Сіздер өмірлеріңізге ешкім гарантия бермейді. Бала шағаларыңызға ше, бір айлыққа өмір сүру ең жаман нәрсе да. Сондықтан алдағы уақытта өздеріңізге пассивный доходтар кірістер жасап қойып, сіз 30-40 жасқа келгенде пассивный доходтар сіздерді асырайды. Сол арқылы сіздер өмір сүрсеңіздер болады. Болашаққа деген кішігірім инвестиция ғой, трейдинг дегеніміз. Соның бастапқы путь десек те болады, жолы. Аллах тағала берекетін берсін. Баршаларыңызға Аллах тағала берекетін берсін. Осы саламен қызығып жүргендер болса, мына подкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған мен, Құрманғалиев Фархат, Абсаттар Жаппар, Қуаныш Керейевна, Анар, Арманұлы Алмаз. Ассаляму алейкум.